Таза Қазақстан экологиялық акциясы Маңғыстау облысында жалғасын табуда. Қазіргі таңда осы Мұнайлы ауданы Атамекен ауылында кіші Оймашы көлінің маңындағы заңсыз үйілген қоқыс үйінділері тазартылуда. Бұл қоқыс үйінділері заңсыз төгілгендіктен бұны біз Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті және Мұнайлы ауданы Атамекен ауылының әкімдігімен бірлесіп тазарту жұмыстары жүргізілуде. Және де осы кезекте айта кететін, ол рұқсат етілмеген жерге заңсыз төгілген қоқыстар фактісі бойынша жауапкершіліктер қарастырылған. Яғни бұл дегеніміз жеке тұлғалар үшін 20 айлық есептік көрсеткіш және кәсіпкерлік ұйымдар үшін 30 айлық есептік көрсеткіш болып саналады. Бұл тазалық жұмыстары экология департаментінің бастамасымен тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. Осы экология департаментінің мониторинг барысында осы кезек Мұнайлы ауданы Атамекен ауылына келіп тұр. Бұл жұмыстар әрі қарай да жалғасын таба береді.